Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті пациенттер. Мен профессор Ерсін Тұрсынханұлы Жүнісов, халықаралық травматология және ортопедия ғылыми орталығының бас директоры ретінде МАККО жүйесі бойынша роботтық хирургияны қолдану арқылы буын алмастыру операцияларының қаншалықты маңызды екенін қысқаша түсіндіріп өтсем деген. МАККО роботтық хирургиясын қолдану арқылы, егер де буын алмастыру оталарын жасайтын болсақ, ол аз инвазивті деңгейде жүреді. Яғни біз буынды толық ашып тастамаймыз, тек қана зақымдалған жерлерін ғана кесеміз. Және де ең бір тиімдісі, қазір буын артроздары жастардың арасында жиі жүріп жатыр. Сол кезде біз толық ауыстырмаймыз, тек қана бір жақ бөлігін ғана ауыстырамыз. Сондай мүмкіндіктерді беру арқылы пациенттерге деген ота жеңіл өтеді, операциядан кейін ерте қалпына келеді, және де қауіпсіз өтеді. Сондықтан да мен профессор ретінде Астана қаласында да, Алматы қаласында да осы робот хирургиясын қолдану арқылы операцияға мүдделімін деген пациенттерге қабылдау жүргіземін. Көптеген жағдайларда пациенттер қорқады, немесе сенбейді. Сондықтан да сіздер қабылдауға келіп, толық жауаптарды алып, содан кейін барып операция жасатасыз ба, жоққа шешуіңізге болады. Құрметпен профессор Ерсін Тұрсынханұлы Жүнісов.